Танысыңыз, бұл қарапайым мұғалім Жанна. Оның ақшасы аз болғанымен, ол кез келген жағдайдан қалай шығуға болатынын біледі. Ал бұл бай ханым Эмили, және ол оқушыларын тым қатты еркелететін сияқты. Таң атты, жұмысқа баратын кез келді, мені таңғажайып күн күтіп тұр. Мисс Эмили, міне сіздің таңғасыңыз. Дәл уақытында өте жақсы, көп рахмет. Күннің басталуы қандай керемет. Ал мен осылай ояндым. Таңертеңгілік шай іштім, енді сүйікті жұмысыма баратын кез келді. Вау, бұл мисс Эмили ғой. Стилі де зергерлік бұйымдарда таң қалдырады. Сәлеметсіз бе, байламасыңыз бе? Саламатсыздар ма, отырыңыздар. Бүгінгі тақырыпқа дайынсыздар ма? Я, бай. Ал Жанна ханым қарапайым көрінеді. Зергерлік бұйымдарында, аксессуарларында көріп тұрған жоқпыз. Алайда оның сабақтары әрдайым қызықты. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Сабаққа дайынсыздар ма? Я, бай. Оқушылар, бірінші сабақ бізде математика сабағы болады, және де қазір математикалық өрнектерді есептейтін боламыз. Міне мына алқап 500 мың теңге тұрады. Ал екінші осы сырғалар 300 мың теңге тұрады. Екеуін қосқанда қанша? 800 мың. Дұрыс. Ал енді екінші есеп. Осы алқаның бағасынан екінші сырғалардың бағасын азайтқанда қанша шығады? 200 мың. Дұрыс. Вау, дұрыс жауап үшін оқушылар тіпті ақшалай сыйақылар алады екен. Бірінші математика сабағы. Қазір есептейтін боламыз. Мысалы, 2 дәптер және де тағы да 2 дәптер. Қосса қанша? 4. Дұрыс. Мысалы осындай 5 дәптер және де тағы да 9 дәптер. Қосса? 14. Дұрыс. Оқушылар, бізде қазір дене шынықтыру сабағы. Мен сіздерге осындай гантельдерді алып келдім. Қазір осымен дене шынықтыру жаттығуларын жасайтын боласыздар. Эмили ханым оқушыларға гантельдер алып келіпті. Дұрыс. Сен бүйтіп жаса. Дұрыс.
Ал енді дене шынықтыру сабағы. Менде сіздерге заттар жоқ, сондықтан да орындарымыздан тұрамыз. Және де столдарды көтереміз. Қарапайым Жанна ханымның гантельді жалдауға ақшасы жетіспейді, сондықтан да дене шынықтыру сабағы дәл сыныпта өтетін болады. Негізгі тілек ұмтылыс болса, тіпті орындықтар да жаттығу құралдарына айналып кетеді екен. Сіздің дәптеріңіз. Сіздің дәптеріңіз. Математика. Ничего. О, неге салдың батыр? Бүгінгі сабақта оқушыларға 5. Міне екеуіңізге. Рахмет апай, сау болыңыз. Сау болыңыз апай. Сау болыңыз. болыңыздар. Мама, я представляю артында мама. Bakın ayağını sıkın.